Әтір таңдау. Жасанды әтірді анықтау. Әтір таңдау тәсілдері. Қыз-келіншектерде әтірдің бірнеше түрі болуы керек. Оларды кездесулердің түріне, жыл мезгіліне, тәуліктің әр кезеңіне сай қолданады. Ал жақсы әтірдің бағасы қымбат. Сондай қымбат әтіріңіздің жасанды болып шықпау үшін оларды сенімді жерден ғана сатып алыңыз. Әтірдің тазалығына көз жеткізу үшін сатушыдан сапа сертификатын сұраңыз. Алайда ондай мүмкіндік бола бермейді, ондайда өзіңіз ажыратып үйреніңіз. Қорабы қатты, сапалы, жазуы айқын болуы керек. Оның сыртынан жұқа целлофан оралады. Ал кейбір өндірушілер жасанды бәсекелестерден сақтанып целлофанмен қаптамайтын болған, ондайда картон сапасын қарай аласыз. Жазуы. Әтірдің жазуын мұқият оқыңыз. Көптеген жасанды өнім өндірушілер айтулы бренд жазуының бір ғана әрпін өзгертіп жасайды, өзгертпесе базадағы тіркеуден өтпейді. Мысалы, climate сөзінің орнына клейма, кенза орнына дженза деп жазылуы мүмкін. Таза француз әтірінде парфюм, жалғауларынсыз тек парфам деп жазылады. Сондай-ақ тауарды өндіруші ел, жасалған күні, жарамдылық мерзімі және құрамы көрсетіледі. Құтысы. Әтірдің құтысы таза, мөлдір болуы тиіс. Әтірге ешқашан металл қақпақ жабылмайды, себебі металлмен әрекеттескенде иісі бұзылып кетеді. Сондай-ақ химиялық заттар қосылған әтірдің түсі қанық болады. Алайда соңғы кездері жасанды әтірлердің сырты өте сапалы жасалынып жүр. Сондықтан әтірдің бағасы көңілден шығатындай арзан болса да күмәнмен қарағаныңыз жөн. Штрих-код. Француз әтірінің штрих-коды 3 санынан басталады. Ұлыбритания 50, Германия 400, 440, Испания 80, 83, Франция 30, 37, Канада 0009 сандарынан басталатын штрих-кодпен белгілейді. Иістің сақталуы. Таза әтірдің иісі ұзаққа жетеді. Хош иістердің ішіндегі ең қымбат әтір, парфюм духи, оның құрамының 30-40% хош иісті майлардан тұрады. Арнайы мерекелерде, кештерде 1-2 тамшысын сепсе, 6-9 сағатқа дейін иісі кетпейді. Күндізгі уақытта парфюмериялық су, eau парфюм, парфюмерная вода сепкен тиімді. Алдыңғыға қарағанда бағасы арзан болғанымен иісі жағымды. Эфир майы 8-14 болады. Хош иіс 4-5 сағатқа дейін тұрады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Арнамызға жазылып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.